Ассалаумағалейкум рабон жүргізушілері. Подписчик жазыпты, мына кондиционерді қалай ажыраттыңыз деп көріп тұрсыздар ма? Екі бөліктеден ақырындап алдым. Жоғары қарай қойып қойдым. Түк әсері жоқ, мына контакты ешқайсысына тимейді. Кондиционер өздерінен өзі автомат түрде қосылудан ажырайды, көрдіңіздер ме? Жоғары қарай қойып қойсаңыздар ештеңе етпейді. Мына екі жағынан ажыратасыздар. Кейбіреу қиып тастап жатады мына проводтан. Меніңше ол дұрыс емес. Керек кезде қайтадан орнатуға болады. Тағы да қайырлы күн. Кіммен сәлемдеспедім енді. Келесі лайфхак кішігірім. Көріп тұрсыздар ма, мына кондиционерге мына провод қорабымен қосып, мына сыртқы бөлігімен қосып, мынаған тиіп қажаған. Көрдіңіздер ме? Мына Ravon, Chevrolet не болмаса тағы да Кобальтқа да қатысы бар. Барлығы да бір мотор. Мынаны мен алдын алу үшін мынандай тоқпен жаңағы пластмассамен тартып қойдым. Және өкінішке орай үзіліп қалды. Қолмен үзіп алдым өзім. Қайтадан тартып қойдым. Осылай жасап қойсаңыздар болады. Мына кондиционердің жаңағы трубкасын қажамауға кішкене кепілдігі бар. Еш әсері жоқ. Тек қана мына бөлікті көрдіңіздер ме? Қажайды екен. Мына автокөлік қозғалыс кезінде. Үшінші, мына алдында мен саңылауларды жаптым дедім ғой, алдыңғы видеоларымда бар. Көрсеңіздер. Енді бұған шаң кіре ма, кірмей ма деген сұрақты қойыпты. Міне, көріп тұрсыздар. Тап-таза. Шаңда жоқ, ештеңе де жоқ. Тағы да қосымша лайфхактарды түсіретін болам. Маған жазылыңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар, жолдарыңыз болсын әрдайым.